Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге бөлісетін бір жақсы, бір жаман жаңалығым бар. Жақсы жаңалығым, бүгін бізде жеңімпаздар екеу болады. Ал жаман жаңалығым, жаман дегенде не очень жаңалығым, алдыңғы бізде жеңімпаз болған Ислам дүниесі деген Қырғызстан азаматы болатын. И оған мен 3000 теңге отправить етуім керек болатын. Яғни ол ақшалай түрде таңдады. И мен де білесіз ба, мен былай да попробовать етіп көрдім, болмады, шынымды айтсам. И мен ол кісіге өзіне айта алмадым. Ренжіп қалар ма деген ой болды. Мен банкке де барып көрдім. Қазір отправить ету олардың өздерінің минимальный суммалары бар екен. Минимальный сумма біреуде $100 басталса, біреуде $500, біреуінде $7300 дейін барады екен. Басқа елдерге ақша жіберу үшін. Плюс еще от каждого сумма $2 дейін, $25 дейін алады екен. Доллар білесіздер өздеріңіз, $1 425 теңге мен 426 теңге арасында колебация етіп тұрады. Сондықтан отмена жасауыма тура келді. Ал қазіргі жеңімпаздар бізде 1 килограммнан мел алатын болады. Шынымды айтсам, мен сол үшін де басқа елдің нелермен жұмыс істегім келмейді деп айтам, потому что мен бір андай үлкен конкурс өткізіп жатқан жоқпын, басқа қылып жатқан жоқпын, көп суммада кетіп жатқан жоқ менде деген сияқты кішкентай азғантай болғаннан кейін түсінуге тырысасыздар деген ойдамын. Бүгінгі күннің жеңімпаздары бізде Амина Жүніс и Қарақат Мұсабаева. Мен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Жеңістеріңіз құтты болсын, әрине бұйырсын. Маған адрестеріңізді жазып жіберсеңіздер болады. Мен сіздерге мелдарыңызды салып жіберемін. Ал бүгінгі біздің эфирімізде ассорти мелдар, білмеймін, ол бір пакетте жиналып тұр екен, соны алдым. Бұл жерде пеленый да бар, кусковой да бар. Екеуін де попробовать ететін боламыз. Екеуі де өте пыльный. Сол кішкене шынымды айтсам, настроением түсіп кеткен жайы бар. Істей алмағаныма. А так бәрі нормально.
Өте дамды мел екен. Прям сливочный. Просто жалко, атын білмеймін. Так, шын жүректен кешірім сұраймын. Осы жағдай үшін реально жібергім келді. Мен жақтан минус болмаса екен дедім. Бірақтан да осылай болып қалды. Шынымен кешірім сұраймын. И Амина Жүніс және Қарақат Мұсабаева, мен сіздерден кері связь күтемін. Ал, сау болыңыздар.